жылдық мүшел жасын дүркіретіп атап өтті. Тойлардың хитіне айналған Қызыл Өріктің сырбаз орындаушысы, сұлу әншілер мен керемет дуэттер құратын Ақылбек Жеменей бұл есеп беру кешіне ұзақ дайындалған. Өнердегі әріптестері әдетте бір жылдық шығармашылық тәжірибе жинап алғаннан кейін концерт берсе, әрбір қадамын аңдап басатын батыстың сері жігіті бұл іске үлкен жауапкершілікпен қарапты. Біраз уақыт кішкене қорқып жүрдім. Негізі жағдайда болды, барлығы болды. Енді негізі концерт қою үшін үлкен қаражат керек. Қазіргі мынандай дағдарыс заманда. Бірақ енді қаржы болған менде жаңағы бір адамның тәуекелге келе алмайды. Үлкен концерт беру оңай шаруа емес. Сондықтан да сол Алланың бір бұйырғанына өте шексіз ризамын, қуаныштымын өте. 4 айлық тынымсыз дайындық көз жемісін берді. Жоғары дәрежелі концертті қойылым әрбір тігісіне дейін мұқият ойластырылған костюмдер мен образдар мұның нақты дәлелі. Ақылбек Жеменей концерт барысында бірнеше әдемі костюмдер ауыстырып үлгерді. Оның кейбіреуі әншінің жеке ерлерге арналған Жеменей брендіне тиесілі. Ал қалғаны арнайы тапсырыспен әйгілі дизайнерлер Камила Курбани мен Берік Исмаиловтың қолынан шыққан туындылар. Концерттің бюджетіне келетін болсақ, ол құпия болып қалды. Оны айта алмаймын, бірақ аз да емес, енді айта алмаймын. Жеке кешінде Ақылбек Жеменей халықтың көңілінен шыққан Диана Шараповамен және Тамара Асармен дуэттер орындады. Онымен қоса Мейрамбек Беспаевпен және Арай тобымен жаңа шығармашылық тандемдердің де тұсаукесерлері өтті. Ақылбек екеуміз негізі бір терме іспеттес бір әнді жазамыз ба деп жүргенбіз, енді бұрыннан ойда жүрген нәрсе. Кейін Ақылбек бір 3-4 ән көрсетті маған. Ішінде ойнақы бір мұңлы болмасын, кішкене болсын, халықтың бір серпіліс болсын, бір көтеріңкі көңілді бір ән болсын деп, содан кейін ұсынған осы биші қызы болды. Бұл ән Нұржан Керменбаевпен өзімнің екеуміздің бірге отырып шығарған туынды болатын. Әннің жалпы тарихы, шығу тарихы екеуміздің әніміз. Сөзі Ринат Заевтың сөзіне жазылған. Сөйтіп ән шықты, Ақылбекке ұсындық. Ол ең бірінші әуелі баста неден Астанадан ұшып келе жатқанымызда самолеттің ішінде бірге отырып қалды. Сол кезде бір отырып шешілген не болатын, бір ән шығарайық, неге бір шығармасқа Ақылбек пен Арайдан ешкім күтпейді ғой деген сияқты. Тамара Асар болса Ақылбек Жеменейге деген ыстық ілтипатын жасырмады. Тіпті басқа әріптестері оны Ақылбектен ойнап қызғанатынын да айтып кетті. Өзімнің үзеңгілес әріптестерім кейде маған сіз бізді бәрібір Ақылбектен қатты жақсы көрмейсіз деп реніш айтады. Бір күні мен Қайраттың Құдай жаным құтты болсын, концертің керемет өтті деп маңдайынан сүйіп құшақтап жатсам, бәрібір Ақылбекті қатты жақсы көресіз дейді. Ақылбек Жеменейге деген халық пен әріптестерінің үлкен сүйіспеншілігіне ешбір күмән жоқ. Енді осындай үлкен концертке етін үйреткен әнші мұнымен тоқтамай Астанада және республикамыздың басқа қалаларында шығармашылық кештерін өткізбек. Әншіге тек сәттілік серік болсын.